Ассалаумағалейкум. Бізге Samsung A11 телефоны келген. Телефон паролін ұмытып қалған. Қазір осының паролін ашатын боламыз. Ең бірінші қарт ресет, яғни 3 кнопка арқылы ішіндегі барлық данныйны өшіріп аламыз. Екінші ішіндегі ул аккаунтты өшіру керек. Ол үшін бізге платный программа керек. Және осы екі тест point арқылы замикать етіп телефонды оқытатын боламыз. Программада Samsung A11-дің галочкасын таңдаймыз және FRP дегенді басамыз. Енді жаңағы замикать етіп отырып, тест поинтты телефонды компьютерге жалғайтын боламыз. Көріп отқандарыңыздай оқыды. Ары қарай өзі кете береді. Қазір FRP done, яғни ашылды деген шығару керек. Міне, FRP done. Яғни бізде Samsung A11 телефонымыз толықтай ашылды. Енді ары қарай жинайтын боламыз.